Сәлеметсіздер ме комиссия мүшелері және қонақтар. Мен Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласындағы орналасқан Қашаған Күшіманұлы атындағы нөмір 7 жалпы білім беретін мектептің 4-ші сынып оқушылары Байбол Иса мен Аманбек Ақтілектің сүт пен сірке су арқылы жасалатын биопластик тақырыбындағы ғылыми жұмысына пікір білдіремін. Байбол Иса және Аманбек Ақтілек өздерінің ғылыми жұмысында қазіргі таңдағы өте өзекті маңызды экологиялық мәселелердің бірі пластик қалдықтарының қоршаған ортаға зиянын терең түсіндіре отырып, оған балама ретінде биопластик жасаудың әдістерін зерттеген. Жұмыс оқушы деңгейінде жақсы орындалған, теориялық бөлімі, тәжірибелік бөлімі және де қорытындыдан тұрады. Теориялық бөлімде оқушылар биопластиктің пайда болуы, тарихы, оның дамуы және кәден ақуыздардың қасиеттері туралы әдебиеттерге шолу жасап, білімдерін тереңдеткен. Сонымен қатар екінші бөлімінде, практикалық бөлімде тәжірибе өте дұрыс ұйымдастырылған. Яғни сүт пен сірке суының белгілі бір дәрежеде сірке суын тамызу арқылы әсер еткен кезде сүттің құрамындағы казеин белоктары тұнбаға түсетіндігін және де осы тұнбаға түскен казеин белоктарын сүзіп алу нәтижесінде әртүрлі пішіндегі қораптағы ыдыстардың пішінін жасаған. Яғни осы жерде оқушылар өздерінің теориялық білімдерін практикалық тұрғыда биопластик жасау нәтижесінде экологиялық таза, маңызды табиғи өнім алуға мүмкіндіктер бар екендігін көрсеткен. Зерттеу нәтижелері нақты барлық талаптарға сәйкес келеді. Сонымен қатар бұл ұсыныстар оқушылардың мектептегі экологиялық бағыттағы іс-шараларды дамытуға нақты идеялар береді деп ойлаймын. Жалпы алғанда бұл ғылыми жұмысты сүт пен сірке су арқылы жасалынатын биопластик тақырыбындағы Байбол Иса және Аманбек Ақтілектің ғылыми жұмысын өте жақсы деген баға беремін. Пікір білдіруші Қаныш Сәтпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің PhD докторы Нармұратова Жанар.